Біз Атажұрт партиясын құрдық. Біз арқамызды Еуропа мен Америкаға тіреп отыр. Еуропа мен Американың көмегімен Қазақстанда демократия орнататын партиямыз. Біздің партиямызға миллиондап мүше боласыздар. Біздің партиямызға қосыласыздар. Видео үндеу тастайсыздар. Біздің YouTube каналдың астында телефондарымыз тұр. Соған хабарласасыздар. Біздің осы видеомыздың астында Телеграмның боттары тұр. Соған кіріп Телеграм программаңыздар қосыласыздар. Біздің Алматыдағы офисімізға келіп партияға өтініш бересіздер. Видеомен және жазбамен. Және жуырда біздің Атажұрт партиясының өкілдері бүкіл республиканы қыдырып шығады, айналып шығады. Сол кезде кездесіп ресми бересіздер. Біздің партиямыздың мүшелерін миллионнан асырып, миллионнан астам мүше жинаған бұндай партия неге парламентте отырмайды, неге бұндай партияның көзқарасы қабыл етілмейді деп Еуропа мен Американың қысымы арқылы Тоқаевты тақтан тайдырамыз. Егер бұлар Еуропа мен Америка көнбесе, бүкіл ақшаларын мұздатамыз. Сөйтіп, Атажұрт партиясының Еуропа Америкамен одақтастығы арқылы Қазақстанда мәжбүрлі түрде саяси өзгеріс жасаймыз. Оған сіз тарапынан көшеге шық демейміз, қолыңа қару алып қыр демейміз, бір жерді жар демейміз. Кембінің қорлығынан, бопсасынан ықпай, қорқпай, көз алдыңдағы 5 теңгелік мүддеге алданбай, сатылмай, мен Атажұрт партиясына мүше боламын деп ашық көзқарасын білдіресің. Атажұрт партиясына мүше боламын дегенің үшін сені соқтай алмайды. Себебі Атажұртты экстремистік ұйым деп жариялай алмайды. Қаншама ұйымдарды экстремистік ұйым деп жариялады, Атажұртты жариялай алмайды. Себебі Атажұрт саяси партия болып қалыптасудан ілгері Шыңжаңдағы, Шығыс Түркістандағы қазақтардың концлагерінде геноцид әлемге әшкерелеп, батыстың алдында абырой жинады. Қытай қазақтарына қысым күшейді. 新疆伊犁峨敏县一名哈萨克族人透露，当地公安在11月上旬约抓捕了500名哈萨克族人。 Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Қансыраған жерімді қалың жаудан тазартып, Алла тағала қазағымның шаңырағын мәңгі биік қылсын.
Біз Еуропа мен Американың алдында бетіміз жарық, мәртебеміз үстем болғандықтан Қазақстан билігі бізді экстремистік ұйым дей алмай отыр. Біздің қолымыздағы қару, біз Еуропа мен Американың алдында Қытай геноцидіне қарсы тұрып жинаған бетіміз бен беделіміз. Әкем атам екі аға Қытайдан қамап тастады. Күн әлемнен шешемді әкеліп бермегенін сұраймын. Мен шешемді қатты сағындым. Медетін Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Сіздерден көмек сұраймын, әкемді әкеліп Санып намыспен бетін бозанып жауларын жайпап жусатып ай арлан боп таулада бұлғырғанып жақсыдан үнсіз сыртанып жүзінен жүрір нұр тамып семсерін кесіп сертіңді мүсірін басып өртіңді кім ұғар ішкен өртіңді ай қоздаған отына күйіп намыстың жақпенен жалғыз алыстың қапығаттан зар құштың ай боздаған. Қазақстан бойынша біздің есептеуімізде 500-ден артық қазақтың баласы, оның көбі Қазақстан Республикасының азаматтығын алған. Осы балалар қазір тірі жетім болып отыр. Кейбіреулерінің әкелері, кейбіреу шешелері Қытайда жазықсыз қамалып. Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желіп жебесін. Еңіре берлер тусанып, намыспен бетін бозанып, жауларын жайпап жусатып ай арлан боп таулада бұлғырғанып жақсыдан үнсіз сыртанып жүзінен жүрір нұр тамып семсерін кесіп сертіңді мүсірін басып өртіңді кім ұғар ішкен өртіңді ай қоздаған отына күйіп намыстың жақпенен жалғыз алыстың қапығаттан зар құштың ай боздаған көтеріп шөгін елінің оңын өткен арылдар рухың мәңгі лаулаған оттай өшпес жалында. Бұл далада жеті атамның қураған сүйек жатыр. Естеріңде болсын, кім көрінгенге таптатпай. Ал осы бетіміз бен беделіміздің арқасында Қазақстан билігі мені тұтқындап, соттады, бірақ түрмеге тығылған жоқ. Міне біздің осы халықаралық бет-беделіміздің арқасында атажұрттың бірде-бір мүшесін соттай алмай отыр. Әрине, біз партия құрамыз дегенде билік бізге кедергі жасайды. Олардың бізді тіркемей қойғаны, кедергі жасаған керек емес. Бізге миллион мүшенің бізге ресми түрде кіреміз деп видео үндеу тастаған сол миллион қазақтың видеосын алып, Еуропа мен Америкада дәлелдеп, миллион мүшесі бар партия, миллион мүшесі бар партия неге тіркелмейді деп тіркетеміз. Еуропа мен Американың тізесіне салып тұрып, қыспағымен тіркетеміз. Миллион мүшемен Тоқаевқа қарсымын деп үндеу тастап, мынандай адам қарсы тұрса Тоқаев қалай өтеді дейміз. Сөйтіп Қазақстанда мәжбүрлі түрде саяси өзгеріс алып келеміз. Сондықтан біздің партиямызға кіріңіздер, біздің партиямызға қосылыңыздар. Бізді, міне алдыңызда отырған мені соттай алмады. Назарбаев қылышынан қан тамып тұрған сәттің өзінде, Назарбаевтың ақ деген алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған сәттің өзінде мені соттай алған жоқ. Неге? Адамның қасындағы үмікерлері қарап отпай Тамдау адамның қасындағы үмікерлері қарап отпай жанған оттай Тамдау адам
қасындағы нөкерлері қарап отпай адамның қасындағы нөкерлері қарап отпай қамалсың ба айтады бүйтті үлкендер бүйтті бітпеген бітті кетінде кеттің талай кетті біз үшін кетті сүру үшін кетті қамалсың ба айтады бүйтті үлкендер бүйтті бітпеген бітті кетінде кеттің талай кетті біз үшін кетті сүру үшін кетті тамдау адамның қасындағы нөкерлері қарап отпай Бұл тақырып бүкіл адамзаттық тақырып. Сондықтан Серікжан Біләшевті 2 ай бойы үйқамақта ұстау менің тергеушім Мақсат Баймағамбетовтің маған жекеше айтқандай бұл тұтасымен бір адамдардың тапсырмасымен болды. Мақсат тіпті менің неден айналысатынымды, не екенімді білмейді. Бұл тек саяси тапсырма. Қандайда шетелдік компания арыз жазған үшін 20 миллиард ұздатып қойғандығын бүкіл экономистер біледі. Ал сонда бүкіл жер шары біледі. Бүкіл Біріккен ұлттар ұйымы біледі Серікжан Біләшев. Еуропарламент біледі Серікжан Біләшев. International Amnesty біледі Серікжан Біләшев. Human Rights адам құқық біледі. Human Rights Watch біледі. Бүкіл жер шардағы ірі басылым BBC, жүгірттер, New York Times, Washington Post, Daily Mail, The Globe and Mail сияқты жер шардағы ең атақты басылымдар екен. Бас бетінде Серікжанның суретін қойып, мақала жариялайтын осындай әлемдік ақпарат білетін Серікжан Біләшевті өзінің заңсыз түрде ұстау, ол Қазақстан мемлекетіне билей бермейді. Назарбаевтың жаны болған ақша Еуропа мен Америкада тұр. Офшорлық есеп-шоттарда тұр. Виргин аралдарындағы есеп-шоттарда тұр. Бахама аралдарындағы офшорлық есеп-шоттарда тұр. Назарбаев өзінің ұрлаған, жырлаған бүкіл ақшасын батысқа тығып отыр. Ол батыстан қорқып. Сондықтан біздің партияға мүше болыңыздар. Біздің партиямыз Қазақстанды демократияландыру. Біздің партиямыз сізді кедейліктен, жоқ-жітіктен, кіріптарлықтан құтқарады. Біздің партиямыз Қазақстанда нағыз, әділ, таза жүйе орнатады. Біздің партиямыз диктатураны жояды. Біздің партиямыз парламенттік республика құрады. Бір ұлттың тағдырын бір адамға сеніп тапсыратын бұндай сорақы патшалық жүйеден құтқарып, адамдар ақылдасып, халық өзі таңдаған қазақтың алтын азаматтары отырып ақылдасып, дауысқа салып мәселе шешетін демократиялы парламенттік республика құрамыз. Және кез келген саяси жоғарғы лауазымды тұлға премьер-министр де президент те 4 жыл отыратын жүйе орнатамыз. Басы алтын, бір жері күміс болса да таққа жабысып қалам десе де, әр азаматқа тек бір-ақ рет саяси орай берілетін жүйе жасаймыз. Міне, сондықтан осы жұмыста кірісіңіздер. Халық өзі таңдаған, өзі сайлаған, халық дұрыс көрген, энергиясы тасып тұрған, ниеті дұрыс, ілімі бар, білімі бар. Екінші бір азамат. Ол өзінің бүкіл энергиясын, бүкіл фантазиясын алып келу керек. Сонда ғана біз Еуропа мен Америка сияқты дамимыз. Бір таққа отырып алған сұмырай жабысып қалатын Назарбаевтық, Тоқаевтық мына жүйеде ешқандай жақсылық болмайды. Сол баяғы ұры-қарылар отыр, сол баяғы суайттар отыр, сол баяғы қарақшылар отыр. Ал сол баяғы өзгеріс керек. Неге Америка мен Еуропаның бүкіл сайлауында өзгеріс? Өмір өзгеріп жатыр, күн санап өзгеріп жатыр. Денеңде миллиондаған клетка түседі, миллиондаған клетка жасалады, миллиондаған қаның өледі, миллиондаған қан клеткаң жасалады. Неге өзгермеу керек? Бүкіл галактика өзгереді. Ең кішкентай сенің бүкіл денеңдегі жасушаң өзгеріп отыр. Неге өзгермеу керек Қазақстан? Неге сол баяғы ұры-қары қарақшы министр депутат отыру керек? Неге сол суайттар телеарнада отыру керек? Неге қазақтың жастары, таланттылары билікте отырмауы керек? Өзгеріс керек. Біздің партиямыздың ұраны өзгеріс. Біздің партиямыздың ұраны демократия. Біздің партиямыздың ұраны әділдік. Біздің партиямыздың ұраны
парламенттік республика. Біз билікті қолымызға алсақ, мына билікте отырған сұмырайлардың біреуі орнында отырмайды. Біз билікті алсақ, нақақ сотталған бүкіл